Бұл пайдалы кеңестер арнасы. Бұл видеодан тарының адам ағзасына қандай пайда алып келетінін білетін боласыздар. Тары біздің дәуірімізге дейінгі 3 ғасырда болған жарма. Қытайда, Еуропада, Солтүстік Африкада ауыл шаруашылық дақылдар ретінде өсірілді. Бүгінгі таңда тарының 400-ден астам түрі бар. Бірақ біздің елде оның екеуі ғана өсіріледі. Кәдімгі тары және капитат. Капитат мал азығы үшін қолданылатын тарының түрі. Тарының тағам ретіндегі құнары мен жұғымдылығы, денсаулыққа пайдасы ғылымда әлдеқашан дәлелденген. Адам ағзасына тоқтықты дарытумен бірге емдік қасиетімен де қадірлі. Ол адамға күш-қуат береді, бауырдың жұмысын жақсартады. Қан қысымын реттейді және ішек-қарын жұмысын жақсартады. Ғалымдар басқа да емдік қасиетімен бірге адам ағзасындағы улы заттарды жоюға да септігі бар екендігін айтады. Тары адам ағзасына керекті дәрумендердің қайнар көзі. Онда ақуыз жеткілікті. Аллергияға әсер етер глютен жоқ. В тобындағы дәрумендерге бауырға қажетті холинге бай. Сүйекке, жүрекке, иммунитетті көтеруге керек магний мен фосфор, калий, цинк көп. Онда көз жанарының бұзылуына әсер етерлік заттардың әрекетін тежейтін антиоксиданттар да бар. Өт қабы мен өт жолдарына пайдасы зор. Тары ботқасы мен оның сорпасы ағзадағы артық холестерин мен токсиндерді, дәрілердің қанда ұйып қалған қалдықтарын шығаруға үлкен көмегі бар. Бауырға да пайдалы. Тары ботқасы ағзаны қуаттандырып, артық тұзды сыртқа шығарады. Ескерту: тарыны шамадан көп жеуге де болмайды. Қалқанша безі жұмысына әсер етіп, гормондарды түзу қызметі төмендеуі мүмкін. Сондай-ақ ағзада йод тапшылығы бар жандар тұтынбаған абзал. Тары ботқасы сау адам ағзасындағы зат алмасу процесіне кері әсер тигізбейді. Тек ғалымдар тарыны күндізгі нәрдің көзі ретінде тұтынбауға кеңес береді. Сондай-ақ гастритке шалдыққандарға жеуге болмайды. Тары ботқасының пайдалы қасиеттері: тары ағзаның жасушаларын қабынудан және қоршаған ортаның зиянды әсерінен қорғайтын белок, амин қышқылдары мен антиоксиданттардан тұрады. Бұл жармада мырыш, кремний қышқылы, В дәрумендері бар. Тарының құрамында магний, кальций, калий және фтордың микроэлементтері бар. Олар сау тістер мен сүйектерге өте қажет. Темір көзі. Тары барлық дәнді дақылдар арасында темірдің ең бай көзі. 100 граммда шамамен 7 мг темір бар. Темір организмде қан түзілуіне және оттегінің тасымалдануына өте маңызды. Салмақ жоғалтуға ықпал етеді. Тары маңызды минералдардың, өмірлік маңызды амин қышқылдарының және күрделі көмірсулардың қайнар көзі. Бұл жармада ақуыз және талшық бар. Осы индикаторлардың арқасында көптеген адамдар салмақ жоғалту кезінде тарыны тұтынады. Сонымен бірге осы ботқаның 100 граммында бар жоғы 114 калория бар. Жүрекке көмектеседі. Тары калий мен магнийдің бай көзі. Осының арқасында дәнді дақылдар жүрек қан тамырлары жүйесінің жұмысына оң әсер етеді. Өйткені калиймен бірге магний жүрек бұлшықетінің жұмысын қалыпқа келтіреді. Зиянды және қарсы көрсеткіштері: дәнді дақылдар шамадан тыс қолданылмаса, денеге зиян келтіре алмайды. Диетологтар тары мен бидай ботқасын асқазан ішек жолдарының аурулары кезінде, әсіресе гастрит пен жара кезінде сақтықпен жеуге және кез келген құрам элементтеріне төзбеушілік танытуға кеңес береді. Тары қалқанша безінің патологиясы бар науқастар үшін зиянды, себебі ол йодты қабылдауға кедергі келтіреді.